Баршаңызға сәлем. Бүгін қысқа сақталатын, өте дәмді, ерекше лечо салатының рецептісін ұсынбақшымын. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бізге қажет заттар қызанақ, тәтті бұрыш, укроп, ащы бұрыш және сарымсақ. Толық ингредиенттерді видеоның астындағы описаниеден таба аласыз. Болгар бұрышын жуып тазалап, ішіндегілер дәндерінен тазалаймыз да, осылай 4 бұрышты етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай турау міндетті емес, қалағанынша ұзынша етіп майдалап турай берсеңіз де болады. Барлық болгар бұрыштарымызды осылай кубиктап турап шығамыз. Енді қызанағымызды аламыз, жуып тазаланған, ортасындағы бөлігін алып тастап, ет тартқышқа өткізуге ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Қызанақты ет тартқыштан өткізетін боламыз. Укробымызды да алып, майда бөліктерге бөліп аламыз, майдалап турап аламыз. Достар, менің арнамнан өте керемет қысқа дайындалатын компот, варенье және де салаттардың рецептерін, одан бөлек торттар мен пирогтардың дәмді тағамдардың рецептерін таба аласыз. Сондықтан тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ащы қызыл бұрышымыздан қалауыңызша 2-3 дана қоссаңыз да болады. 1 дана қоссаңыз да болады, ішіндегісімен қоссаңыз ащы болады, немесе ішіндегі дәнін тазартып да қолдана берсеңіз болады. Мен 5 дана қостым, қатты ащы болған жоқ, бірақ ащылығы білінді, өте дәмді болып шықты. Енді ет тартқышымыздан алдымен ең бірінші сарымсағымызды өткізіп аламыз, оны бөлек ыдысқа алып қоямыз. Одан кейін қызанағымыздың барлығын осы ет тартқыштың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыз. Мінекей осындай болып шықты. Енді біз қазанға дайындайтын боламыз даладағы ошаққа. Осылай қызанағымызды орташа отта қайнататын боламыз. Астын қоздап отырамыз міндетті түрде. Құмшекер, тұз қосамыз татымына қарай. Қанша қосу керектігін видеоның астындағы описаниеге жазып қалдырамыз. Сол жерден қарап көрсеңіз болады. Сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырып тұрып, баяу отта 1 сағаттай су тартылғанша қайнататын боламыз. Бізде 1 сағат уақыт өтті. Енді туралған болгар бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Отымыз қатты болып кетпеу қажет. Орташа немесе баяу отта тағы да қайнататын боламыз. Болгар бұрышын қосқанда осындай болып тұрды. Енді тағы қайнатамыз. Түрі осындай болу қажет. Енді ұсақтап ет тартқыштан өткізілген сарымсағымызды қосамыз үстінен, және де ащы бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен укробымызды қосамыз. Дәмі ерекше, өте дәмді болып шығатын салат. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Отбасыңызды қыста қуантыңыз. Мінекей дәл осылай тағы 20-25 минут баяу отта қайнатамыз. Үстінен уксусты құямыз. Араластырамыз. Мінекей осындай болған кезде, қуыланған кезде дайын болды деген сөз. Стерилденген банкімізге құйып бұраймыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.